олардың өзінің мәселен арсыздықты заңдастырудың жолдары бар. Бұл әлеуметтану ғылымында Ақмол Авертон дейді, Авертонның терезесі деп аталады. Бұл қарапайым мәселен Американың өзінде осы ЛГБТ-ны заңдастыру үшін қолданылған үлкен методика. Бірінші терезесі ол жаңа ақылға қонымсыз кезең деп атады. Қабылдай алмайды ешкім. Ақылға қонымсыз нәрсе, бірақ шығарады. Қоғамда сол кезде үлкен тепкі болады. Бұны уже радикалды кезең дейді. Бұған жауап беру үшін жаңа радикалды шараларға барады. Бірақ бұл оған реклама болып шығады. Реклама. Бізде талай проекттер бар мәселен. Қарсы шықтың, бір кезде қарасың, ұлттық телеарнаңда мәселен солардың жобасы, Q-поптың жобасы мәселен ұрып тұр. Өзің рекламасын бердің мәселен. Черный пиар ма? Иә, тура сол. Ол уже үшінші кезеңге өтеді ол. Уже түсінуге ұмтылу кезеңі. Ол да адам ғой. Ол да мұсылман ғой деп ұратындар бар. Неге ғайбаттайсың деп тұрып оны түсінуге әрі үшінші кезеңде бұны соған жұмыс істейді. Қоғамда мәселені ол екінші план болып кетеді. Радикалды деген оған қарсы жаңа ақылға қонымсыз деген нәрсе қалып кетеді. Түсіне бастайды. Адамға түсінуге тырысуға бастайды. Оған аяныш сезім береді. Фильмдер шығарады. Мәселен бір фильм көріп отырсам, өткен былай критикамен қараймын. Бір басты рөлдегі адам мәселен гей болып қалады. Гей негізі дүниеден озады да. Ананың бірақ бір сезім, керемет бір жақсы қасиеттерді бойына жинап береді. Ана өлген кезде сен де қайғырып отырасың да, жаназасына барып қатысқың келеді. Жақсы кетеді ғой деп. Жақсы кетеді. Не деген сөз? Түсінуге тырысу процесіне уже соқсайдан кіргізеді. Медиаға кіргізеді, фильм саласымен, бұл өзі құралдар. Одан кейін кезең ол ақылға қонымды кезең бастала бастайды. Нормальный нәрсе ол, ақылға қонымды нәрсе. Бұны қабылдауға болады екен, уже талқылау мәселесі былай ЛГБТ емес, жаңағы бір жынысты емес. Бұл мәселен екі еркек болса, бұған бір-біріне махаббаты үйлесу үшін қандай еркек тауып беру керек деген әңгімелер жүре бастайды ол кезде. Уже екінші план қалып кетеді. Бұл неге? Уже жаңағы қалауымыз секілді ертең шығады бағдарламаларымыз, еркекті қалай тауып береміз деген мәселе. Ол кезде басқа нәрсе әңгіме болмай қалады. Бұл ақылы қонымды кезеңі болады. Одан кейін жаңағы бесінші кезең ол танымал ету кезеңі. Ол кезде жұлдыздар кіреді осы жерде. Танымал адамдар, саясаткерлер, өзі бірақ ЛГБТ-ның өкілі. Солар кәдімгідей сахналарға шығады, телеарналарға шақырасың, сөйлейді, олар ақтайды, кәдімгі насихаттайды. Танымалдылық кезеңде, танымалдардың былайша айтқан кезде насихаттын жүргізетін бір кезең. Ең соңында жаңағы ол азғындар немесе саясатта деген бір кезең. Ол кезде заңды тұрғыда лоббистер пайда болады ол жерде. Кәдімгідей заң қабылдатқызады, бір жыныс некені заңдастырады. Сол кезде түк істей алмай қаласың. Қарасаң мәселен, біздікі, мен сізге айтайын, біздікі 5-ші кезең тұрмыз да. Заңдастыру алдында тұр да бұлар. Өйткені заңдастыру үшін барлық тетіктерді қолданып жатыр. Мәселен, білесіздер, 2022 жылы Олимпиадаға Қазақстан қатыса алмады. Себебі не? Бір жыныстыларды заңдастырған бір ел емес деді. Қысты ма? Экономикалық қысты, яғни бір Олимпиададан бір пайда табайық дедік. Әсіресе кризистің жағдайында дедік. Не істеді? Жоқ деді. Мынаны заңдастыр дейді. Яғни не? Ол енді олардың мәселен бұған жарайды жол бермедік. Тағы бір дегенмен келеді. Сондықтан айтатынымыз, мемлекет бұған күшті болу керек. Мемлекет қалай да берілмеу керек. Ертең күні мемлекет оңай беріледі көп жағдайда мәселен. Көп ойланыш мәселен Алпауыт деген 28 мемлекетте 20 жылда қабылдатқызып жіберді. Тек бұл жерде артында түсіну керек та, мемлекет түсіндіру керек оларға, жаһандық күштерге. Мен халқым бұған рұқсат бермейді. Халықта сондай санада болу керек та. Саяси сауатты болу керек. Заң қабылданбастан бұрын қоғамдық талқылауға салған кезде үдере түрегеліп, бұған бір қарсылық заңдық тұрғыда, саяси сауаттылық тұрғыда қарсылық таныту керек негізі. Сондықтан да бұл мәселеде енді өте азғындықты заңдастырудың былайша айтқан кезде аз-ақ алдында тұрмыз. Шекарасында тұрмыз десеңізші.